Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметлерім. Бүгін бізде Кел сырласайық подкастының 3-ші номері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бала тәрбиесі отбасынан басталады. Бүгінгі қонақтарымыз біздің тұрақты ұстазымыз, қонағымыз Эльмира ұстаз және бүгінгі жаңа қонағымыз біздің Айсұлу ханым. Өздеріңізді алдымен таныстырып өтсеңіздер. Ассаламу алейкум, құрметті Динара ұстаз, құрметті Айсұлу ханым. Мен есімім Эльмира ұстаз, Эльмира Серікбайқызы. Мен осы Әзірет Сұлтан мешітінің әйел жамағатының ұстазы болып келем, және Астана қаласы бойынша әйел қыздар секторының жетекшісімін. Ассаламу алейкум. Менің есімім Айсұлу Нұрлыбекқызы. Мен бала психологы, одан бөлек отбасы психолог. Негізі жалпы өте көп адамдар менен сұрайды, сен жалпы аналармен де жұмыс жасайсың, балалармен де жұмыс жасайсың, түзету орталығында да жұмыс жасайсың. Сен өзің қандай бағытта жұмыс жасайсың деп айтамын ғой. Иә, нақты қандай бағытта жасайсың деген кезде мен отбасы психологымын деймін ғой. Себебі сол бала да, сол ана да барлығы да отбасы мүшесіне кіреді ғой. Сондықтан отбасы психологымын. Иә. Сосын ең алдымен сіздерге бүгін ұстаздар күні ғой. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтап, сізге кішігірім гүл алып келдім. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет. Бүгін енді біздің тақырыбымыз бала тәрбиесі отбасынан басталады дейміз. Осы кезеңде қазіргі таңда бала тәрбиесі сізбен біздің әсіресе Эльмира ұстаз сіздің кезіңізде менің болсын, Айсұлу ханым тәрбие басқа еді. Қазіргі таңда байқайсыздар басқа болып бара жатыр. Сол тақырыпты бүгін талқыласақ, сол тақырыптардың тереңіне өтсек, бірінші сұрағым Эльмира ұстаз әдеттегідей өзіңізден бастағым келеді. Отбасы құндылығы білеміз, баршамыз жаңағыдай үлкен тақырып. Бір отбасы, ол бір мемлекет қой. Бір мемлекеттің біз қоғамының адамдарына жатырмыз. Жалпы қазіргі таңда отбасында бала тәрбиесінің рөлі қандай? Осы жайын ашықтап беріңізші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы бала тәрбиесі өте үлкен маңызды рөл атқарады отбасында. Енді ең бірінші аятпен бастайтын болсақ, Құранда көптеген аяттар бар. Енді бір аятты келтіріп кетейін. Тахрим сүресінің 6-шы аятында Аллах тағала айтады: "Уайыман келтіргендер, сендер өздеріңді және отбасыларыңды Алланың азабынан қорғаңдар" деген. Сақтаңдар деген. Енді осы Али ибн Абу Талиб осы аятты тәпсірлей келе, ашықтап келгенде, яғни бала шағаларыңа дейді, ғылым, білімді және әдепті үйретіңдер, тәрбиесімен айналысыңдар деген мағынаны білдіреді дегенде. Демек, бұл нәрсе міне аятта келді ме? Демек, бала тәрбиесі ол өте маңызды нәрсе. Рөлі өте жоғары. Рөлі өте жоғары. Барлығы енді бала тәрбиесінен басталады. Жалпы бала тәрбиесі дегенде қысқаша ғана егер айтатын болсақ, ең маңызды нәрсе бұл жерде баланың, ең бірінші балаға ата-ана өзінің іс-әрекетіменен мысал болуы керек. Біріншіден, екіншіден амалмен, екіншіден балаға насихат айту, яғни насихат айтумен бағыт-бағдар көрсету. Мысалы, бала дұрыс бағыт алмай жатқан жағдайда баланы дұрыс бағытқа жол көрсетіп жіберу. Және үшінші нәрсе ол балаға дұға жасау дейді. Осы үш нәрсені ұстанса, әрбір ата-ана бала тәрбиесіне. Насихаттау бірінші. Бірінші ата-ана үлгі бола білу дейді. Іс-әрекетімен, амалымен жалпы. Себебі балаға көп айтқаннан істеген дұрыс. Өйткені бала үйде не көретін болса, соны шыққанда соны іледі дейді. Жаңағы намаз оқығанын көрген бала міндетті түрде ол намазға келеді. Әке-шешенің садақа берген қайырымдылық іспен айналысқанын, бір қайырымдылыққа жақсылық жасағанын көрген бала, немесе қоғамда өзін белсенді көрсеткен бала, ол міндетті түрде ол да соны істейді.
яғни демек балаға біз үлгі бола білуіміз керек ісімізбен, іс әрекетімізбен, әрекетімізбен дейсіз. Дұрыс айтасыз, қазақ бекерден бекер айтпаған шығар. Жалпы қыз бала енді жалпы балаға байланысты ұяда не көрсе ұшқанда соны көреді деп қыз балаға айтылады. Үйімізде қандай тәрбие көрсек, әкемізді қандай көрсек, анамызды анамыз деп сыйлап құрметтесек, бауырларды барған жерімізде ата енемізге, сол сүйген жарымыздың бауырларына және ол үйдің үлкендері мен кішілеріне сондай құрмет көрсетеміз. Демек көп нәрсе насихат міндетті түрде айтылу керек, ол амалға асыру керек және сол амалдың түзу дұрыс болуына дұға ету қажет дейсіз. Өте тамаша, жақсы, рахмет үлкен. Айсұлу ханым, сіз енді жаңа айтып кеттіңіз, отбасы, соның ішіндегі ана, әке, қарым-қатынас, бала психологиясы жайында тереңірек жұмыс жасап жүрсіз. Қазір байқап қарап жүремін Инстаграм парақшаңызды. Ұнайды, көп дүниелерді түртіп алып отырамын өзіме. Бала психологиясы дегеніміз не? Осы сөздің өзін ашықтап бере аласыз ба? Жалпы бала психологиясы деген ол баланың психологиялық тұрғыда дамуын зерттейтін ғылым. Ол жай ғана сөз емес, бала психология деген сөз тіркесі емес, ол кәдімгідей ғылым. Бағана өте керемет дүние айтып кеттіңіз. Бұрынғы кезде, мысалы, Совет үкіметінің кезінде бала тәрбиесі өзгеше болды деп, ал қазіргі бала тәрбиесі өзгеше болды деп. Совет үкіметінің кезінде бізге дәл сол тәрбие қайырлы болды. Неліктен? Себебі егер де ол кезде көбінесе ата-анамызды айтатыны үйде отыр, шықпа, бос әңгіме айтпа деген сияқты нәрселерді дүниелер түртіп отыратын еді. Неліктен? Кеңес үкіметінің кезінде егер де ашық адам өзінің ойын айтса, өзін бір жерде көрсетуге қалай айтады, қоғамдық жұмыстармен айналысатын болса, олар өте қатты қадағаланып отыратын еді. Көп біздің осы өмірде өтіп кеткен ата-бабаларымыздың көпшілігін, мысалы, өзінің ойын жеткізген үшін қамауға алған болатынды. Демек, сол уақытта бізге сол тәрбие қайырлы болды. Ал қазіргі қоғамда, мысалы, 21-ші ғасыр дейміз, бір кісілер, мысалы, поколение X деймі, поколение Y деген нәрселерді шығарып жатыр. Қазіргі кезде, егер де баланы дәл солай біз тәрбиелейтін болсақ, бала өз-өзін аша алмай қалады. Бала үйде отырып қалады. Сол себептерден, мысалы, көбінесе гаджеттерге көңіл бөліп кетуі мүмкін. Енді қоғамдық жұмысқа араласпаған бала, ол не істейді? Үйде отырып телефонмен отырады. Сол кезде балада, мысалы, электронный аутизм деген сияқты заболеваниялар шығуы мүмкін. Қазіргі таңда шындығы керек, енді ашығын айтқан кезде бала ұялы телефонмен тәрбиеленіп жатыр. Жасыратын жоқ, өзімізде бір жерге бір сұхбатқа барсақ та, бір қонаққа барсақ та, бала кедергі келтірмесін деп телефонды ашып бере саламыз ғой. Мен ойлаймын, осы қазіргі таңда әсіресе қазақ тәрбиесін көріп жатырған отбасында, соның ішінде қазақ отбасында, енді 90 деп айтпаймын, бірақ 80-85%-ды Маша мен Настя өсіріп жатқан сияқты. Өйткені сол дүниені көрсе тынышталып, дауысы шықпай, Настяның әртүрлі қылықтарына күліп, сол көңілін көтеріп жатады. Енді бұның дұрыс емес екенін білеміз, көбіне тыямыз. Тыйған кезде әрине баланың жылағаны, агрессиясы көрініп жатады. Барынша еркелетеміз. Енді қазір батыстық психология дейміз бе, түсінбеймін. Бұрын біз айт деген сол сөздің өзі, немесе әкең айтам десе, сол әкеме айтам деген бір сөздің өзі тоқтау болатын байытқан кезде. Не нәрсені бүлдірсек те, көшеге ойнап кетіп, кешкісін әкеміз келер кезде бір жарты сағат бұрын үйге келсек те, қазір әкең келсін, мен айтам. Қандай нәрсе болмасын, әкеге айтам деген бір сөз тоқтататын. Ал қазіргі балаға әкеме айтам десеңіз, мүлдем ол әкелік сөздің құндылығы етіп қалды ма? Жоқ, ананың құрметі кетіп қалды. Көбінесе жалпы отбасыда көп нәрсе әйел адамдарға байланысты болады. Мысалы, егер де сіз мысал ретінде келтіріп кетсек, бір үйге қонаққа баратын болсаңыз, сол үйдің ер азаматы қабағын түйіп отыратын болса, бірақ әйел адам сізді жайдарлы, әдемілеп тұрып, шайыңызды құйып беріп, тамағыңызды салып беріп, сөйтіп күтіп алса, сіздің де көңіліңіз өте керемет болып кетеді. Ал егер де сол үйдің әйел адамы қабағын түйіп, сізге шайды былай қалай болса солай құйып, бірақ ер азамат күліп сізді қарсы алатын болса, сіздің көңіл күйіңіз ондай қатты қанағаттанбай кетесіз де. Себебі үйдің жалпы атмосферасын әйел адам
жаңағы қалыптастырады. Иә, сондықтан егер де әйел адамның, егер де әр отбасындағы ананың жолдасына деген құрметі болмаса, онда баланың да өзінің әкесіне деген құрметі болмайды. Сондықтан ең алдымен әрбір ана өзімен жұмыс жасап бастап үйрену керек. Бала ата-ананың соның ішінде әкесінің сөзі өтсін десек, кез келген ана өзінің бала шағасына әкелерін хан ретінде қарым-қатынас жасап құрметті көрсету керекпіз. Шындығында өзіміздің кішкентай кезімізді алатын болсақ, менің жеке өзімнің отбасыма енді бір жағдай болған кезде жаңа балалық шаққа көз жүгіртеміз ғой. Тамақты әкеміз келгенше бастамайтын, немесе бір жерге сұранатын болсақ, тіпті бір дүниені алатын болсақ та, бірінші анамыз арқылы айтатын едік. Әкеміз тіке бармайды екенбіз. Жаңа әкеміз көзілдіктің ар жағынан қас қабағына қарап отырып тұратынбыз. Енді ол бір қаталдық болдық деп айта алмаймын. Еркеледік те, жаңағыдай жұмсақ та қарады, бірақ жаңағы бір шешім шығаратын кезде әкенің біз үшін бір соңғы сөзі маңызды болатын еді. Сол әкеміздің соңғы сөзіне жаңағыдай шешім шығаратын еді. Оған әкенің алдында да тіке бара алмайтынбыз. Ал қазір әкенің мойны асылып тұрып, жаңаға еркелеген кезде әкелердің өзі жұмсақ болып кетті ма деп, өйткені ұрсат жаңағыдай телефонды бермеу керек десең де, әкенің алдына келген кезде жаңағы әкешім деп мойнына, папа деп, жаңа әке деп асылған кезде, тіпті бермейін деп отырған, көрсетпеймін деп отырған телефонды да беріп жібереді. Сондықтан мына дүниені мен әлі де түсіне алмайтын сияқтымын. Балаға таңдау беру керек, баланың қалағанына еріктік беру керек дейтін дүниені. Осы психология тұрғыдан. Кейде шындығында бір таңдауға келген кезде біліп тұрасың. Мысалы, қарапайым балабақшаға баратынды айтайын. Өзімнің қызым балабақшаға барар кезде бұл көйлекпен жаңағыдай көйлек киіп барғысы келеді. Көйлек кисе түсінікті, иә? Жаңа колготки киеді, ішінен жұқа киім киеді дегендей. Саған суық тиіп қалады, денсаулығыңа зиян келеді десең, бала оны түсінбейді. Сол үшін айда ана жерде жаңағыдай папасының жаңағы несі кетеді, сөзі кетеді. Қызым қайсысын кигің келеді, кие ғой дейді. Одан оның денсаулығын ертеңгі күні не үшін денсаулығын ойлаймыз? Бала ауырып қалатын болса, әлбетте жұмысқа шыға алмай қаламыз. Ертеңгі күнімізді ойлап отырамыз. Сондықтан осындай бір келіспеушіліктер, яғни баланың көңіліне қарап әрекет жасау деген кезде келіспейтін тұстарым бар. Осындай моменттер болған кезде, осындай кездер болған кезде баланы әрең жетпейтін, ата-ана да сөзге келіп қалмайтын, жеңіл жолмен қалай шығып кетуге болады. Яғни балаға қалай оны түсіндіруге болады. Енді қараңыздаршы, жалпы негізі кезінде бір ұлы ғалым кісі айтып кеткенде, ақыр заманға таяу әрбір ата-ана өзінің баласының құлы болып кетеді дейді. Сондықтан ал негізі қазақта мынандай сөз бар ғой, егер де балаңды аясаң, аяма деген өте керемет дүние бар. Кезіндегі ханның кезіне келетін болсақ, 18 жасқа толмаған әрбір ханның, өсіп жатқан ханның қасында наставнигі болады, ұстазы болады да, оны тәрбиелеп, оны бағыттап, оған көмектесіп отыратын. Яғни әрбір ата-ана, әрбір ана соның ішінде баласының құлы емес, баласын хандай көріп, бірақ жаңағы ұстаз ретінде оған жол көрсетіп отыру керек та. Мысалы, Эльмира ұстаз бағана айтты ғой, біз әр нәрсені образ ретінде өзіміз балаға көрсетуіміз керек деп та. Егер де біз баламыздың бізбен қарым-қатынасын дұрыс болғанын қалайтын болсақ, онда біздің ата-анамызбен қарым-қатынасымыз дұрыс болу керек. Егер де біз баламыздың бауырларымен қарым-қатынасы дұрыс болғанын қаласақ, біздің балдарымыз біздің бауырларымызбен қарым-қатынасының әдемі екенін көру керек та. Яғни бұл жерде айтқыңыз келетіні, ана немесе әке өзінің бауырларымен қандай қарым-қатынаста болатын болса, біздің де өсіп келіп тәрбиелеп отқан баламыз өзінің айналасына, жан-жағына, ата-анасына, бауырларына сондай қарым-қатынаста болу керек. Бұл айтқан кезде айна болып тұрмыз ғой. Айна, бала ол ананың, әке-шешесінің айнасы ғой. Сосын мысалы, егер де жалпы жаңағы таңдау беру керек деген кезде балаға таңдау бар, және оған кесір тиетін дүниелерден тыю деген бар ғой бізде қазақта. Сондықтан егер де мысалы бала, мына жерде қараңызшы, осындай бір не айтты, теңестіру айттыңыз да, біз баламыз егер ауыратын болса, ертеңгі күні жұмысқа бара алмай қаламыз, соны ойлап тұрамыз. Сіздің ең басты сонда ойлап тұрғаныңыз баланың ауырып қалуы ма, әлде жұмыс па? Әлде қызметіңіз бе, көрдіңіз бе?
Сондықтан егер де біз әр бала ол бізге аманат қылып берілген ғой, біз баланы мәпелеп өсіруіміз керек, балаға құрмет көрсетуіміз керек та. Жаңа баланы кішкентай періште деп айтады ғой, сол сияқты. Сондықтан біз оған бір қорған болуымыз керек. Егер де бала колготкамен шығам десе, юбкамен шығам десе, көйлек кием десе, мейлі шықсын, бірақ бала өз тоңғанын сезеді ғой. Сосын міндетті түрде айтады, сіз оған тек сұрақ қойсаңыз болады, қызым тоңып қалған жоқсың ба деп па, немесе жылы жүрсің бе деген сияқты. Қыз өзі айтады, сосын оны түсініп, үйге кіріп киімін де ауыстыру мүмкін. Осы бір жақында ғана болған дүние, балаға ерік беру керек, жаңағыдай. Осы дүние ғой, қызым жаңағы қайшы алып қиған жақсы көреді. Жаңағы әртүрлі баланың әдеті ғой өзі. Шығарып берем, А4-ға бояйды, сосын қияды. Бірде мұғаліміне айтқам, қия береді, енді жұмыстан шаршап келеміз, ашығын айтайықшы, тамақ бар, арасында оқитын намазымыз бар, әйтеуір сүрінеге қуа кетеміз, енді шыны керек. Артық үйдің шашылғанын қаламаймыз. Енді жеке басым солай артық бірдеңе дұрыс болмай қалса, ескерту жасалады. Соған жаңа Фатима қызым қима деп ескертемін. Шашып береді ол бала ғой. Бір айтасын, екі айтасын, жарайды деп мән бермейтін де болады. Кейін жарайды апай да ұрсат берсін деп, ұрсат берем деп, соңғы кезде тек отырып қия берген жақсы көреді, жаңа әдемі суреткен. Сөйтіп ерік бердім, жаңа ас бөлмеде тамақ істеп жатырмын. Қасыма кім келіп тұр? Қызым Фатимаш келіп тұр. Бір қолында қайшы, бір қолында шашы. Кегін қиып тастаған. Аллаға шүкір, аккуратын жағында тегіс әдемі қиылып қалғанда, енді бір сәті түсіп құйылып. Мен ана жерде тұрған жерімде қатып қалдым ғой. Неге қатып қалдым? Себебі жаңағыдай бәлки бір абайсыздан қайшы көзіне тиіп кетсе не болар еді. Қараңызшы, сіздің секілді осындай дүниелерде анаға қиын болып қалатын сияқты. Себебі сіздің қызыңыз Фатима жалпы негізі оның творчествоға бейімі бар да, сондай қабілеттілігі бар. Жасы 4-те ғой, 4-те ма, 5-те ма? 5-те, 4-5 жасында әр баланың өзінің бойында қабілеттері көріне бастайды. Жалпы баланың бейімділігі, бала болашақта мүмкін немен айналысады. Сол нәрсенің барлығы 4-5 жаста белгілі болады да, балаға егер мұқият қарайтын болсақ. Сондықтан егер де сіз мысалы балаңыздың жаңағы психологиялық тұрғыда жаңағы дені сау ұрпақ болып, өзінің қабілетіне мән беріп, өзінің қалауына мән беретінін қалайтын болсаңыз, сонда оларға кішігірім бір уақыт беру керек. Сонда қиып, шашып, бірге отырып, қисын, шашсын, бірге жинаңыз да ойын ретінде. Себебі 10 жылдан кейін сіздің қызыңыз уже шашпай қалады үйді. Қазіргі осы шашыл тұрған үйден де рахат алып білу керек. Мүмкін баланы кештеу сүйгеннен кейін әлде тәжірибе жинауым керек шығар бәлки. Өте жақсы. Сосын мультфильм, мысалы, гаджеттар бойынша тоже айта кететін болсақ, тоже мұнда тыйым болу керек та балада. Мысалы, мен өзім қазір практикамда қолданатын нәрсе, дүйсенбіден жұмаға дейін мен оларға мүлдем телефон бермеймін. Мүлдем гаджет ұстамайды мен балаларым, олған уже әбден үйренген. Тек қана демалыс күндері 1 сағат уақыт, жарты сағат уақыт, 40 минут, өздеріне айтам, сендерде 40 минут бар, 40 минут ойнайсыңдар, сосын телефонды аламын деп. 40 минуттан кейін уже айтам, олар телефонды әкеліп береді. Сондай сияқты тыйым болу керек. Ал неліктен бала мысалы телефонға үңіліп кету мүмкін? Себебі ол егерде отбасында қызықты дүние болмаса, ана баласымен сөйлеспесе, бірге дастарханда отырып тамақ ішпесе, сол нәрсенің барлығы бала телефоннан іздейді. Себебі ойында оларға қызық, олар біреумен сөйлеседі, олар победитель болады, бір ойынды ұтады, оларға бірінші орын береді. Егерде сол нәрсені ата-анасы балаға үйінде бермесе, ол сол дүниені телефоннан алуға мәжбүр болады. Сондықтан бала телефоннан не іздеп жүр, мысалы, не көріп жүр, оған не ұнайды, сол дүниені біз деген отбасыда күнделікті өмірде беріп үйренгеніміз абзал болады. Мысалы, мен түзету орталығында жұмыс жасап келе жатырмын ғой, сол жерде ата-аналарға көбінесе гиперактивный балалар болады да, мүлдем отырғысы келмейтін. Ата-анамен консультация өткізген кезде ең бірінші айтатын жаңағы нұсқауым менің баланы дастарханнан тұрғызбаңыздар. Тамақ жеп отырған кезде сізбен бірге отырып шай ішсін, сізбен бірге отырып тамағын ішсін деп та. Себебі көп ата-аналар айтады, ой, ол біздің қасымызға отырмайды, тарелкасын алады да басқа бөлмеге кетіп қалады деп та. Бұл жерде үлкен кім, кіші кім?
Мысалы біз үлкенбіз ғой, біз ата-анамыз, біз анамыз, иә, а бала ол кішкентай. Егер де балаға сол примерді, образды біз көрсетпесек, Эльмира ұстаз айтқандай, онда бала оны қайдан үйренеді? Дұрыс айтасыз, шындығында. Ол үлкен қателік қой. Ортаға етті анамыз асатын, әкеміз бастамай, тамақ бастамай. Бір табақтан тамақ жейтін едік қой. Барлығында мән бар ғой. Жеке тарелка дейтін дүние жоқ қой ол кезде. Бір жаңағы үлкен астан барлығымыз сол жерден береке бар еді ғой. Бірлік, міне береке, бірлік деген дүние осы нәрседен басталады деп ойлаймын. Себебі сол астан кейінгі анамыздың тәтті шайынан біздің тәрбиеміз, оқып жатқан сабағымыз, көрші көлеммен араласуымыз, тәртібіміз сол дастархан басында әңгіме дүкен болатын, анамыз бен әкеміз арамызда. Сондай тәрбиелік мәні бар нәрселерді жібермеу керек те. Ал енді жаңа қайшымен құю, басқа оған еркіндік беру керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Мен ана кішкентай ұлым бір әкемізді көреді да, папамыз енді постоянно неде сыртта көп неге командировка іс-сапарменен шығып тұрады да, чемоданмен кетіп бара жатқанын көреді. Соны маған чемодан алып беріңдер деп. Сол кішкентай чемодан алып бердік. Сол чемоданды алып шығады дворға. Мен қазір неге кетемін деп жаңағы бір жерге ұшам, мен неге сол әкесінен көрген істейді. Ол жаңа чемоданды алып шыққан сайын үлкен қызым не қылады да, ұрсады, мама, оны неге беріп жатсыз? Оның ішіне ойыншық толтырып шығады. Мен айтамын, тиіспе, барсын сол чемоданмен ойнасын, әбден ойыны қансын деймін. Сосын жақында бір не болды, бір клиент болды да, клиентпен жұмыс барысында баласының жасы 6-да мектепке бармайды дейді. Сосын мен енді сөйлесіп жатырмын ғой, сол видео вызов арқылы ғой, онлайн консультация болған кезде анасының баласымен қалай сөйлесетіні туралы. Пожалуйста, қарай қойшы, жауап бере қойшы деген сияқты қылып жалынып отырады да. Бағана айтып кеткен дүниеміз бар ғой, әрбір ата-ана баласының құлы болып кетеді. Сол баласына айтады, анасымен сөйлескен кезде мектепке барғым келмейді деп айтты дейді. Сосын біз айттық дейді, мектепті өзің таңда деп. Мен мамасына айтамын ғой, 6 жасар бала қалай мектепті өзі таңдайды? Ол деген оның болашағы үшін өте маңызды дүние ғой мектеп таңдау. Ол мектептің качествосын қалай таңдайды мысалы да? Сіз ондай сұрақты оған беруге болмайды. Просто андай не істеу керек та, мысалы мектепке бір мектеп ұнамады ма, оның да бір себебі бар шығар. Екінші мектепке бірге барып, ең болмаса атмосферасын сезініп үйрену керек та. А бірақ качество знанийді оны сіз ғой шешетін. Неге сіз онда үлкен таңдауды балаңызға беріп қойдыңыз деп. Әрине ол сосын ешқайда барғысы келмейді деп. Сол сияқты әрбір ана рұқсат беретін нәрселермен тыйым салатын нәрселерді, жауапкершілікті қай кезде балаға беру керек, қай кезде өзіне алу керек, сол дүниелерді білу керек. Міне. Қаталдық танытатын жерде қаталдық танытып дегендей. Жақсы. Эльмира ұстаз, ата-ана баласы тәрбиесінде, яғни ата-ана өзінің баласының тәрбиесінде қаншалықты жұмсақ немесе қатал болуы тиіс, қажет. Қатал немесе жұмсақ болу деген кезде әлбетте бізге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Хасан мен Хусейн немерелері есімізге түседі. Кейбір хадистерде келеді, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып жатқан кезде Хасан мен Хусейн төбесіне шығып, арқасына мініп алатын, олар түспейінше пайғамбарымыз көтерілмейтін деп келіп жатады. Яғни сол дүниені біз көз алдымызға елестетіп жатамыз. Ал намаз оқып жатқан кезде балаға тыйым салып тастап жатамыз, немесе жаңағы алдын кесуге болмайды дегендей. Осы тұрғысынан қаншалықты жалпы құлшылықтан бөлек осы отбасы құндылығында, бала тәрбиесінде қаншалықты жұмсақ болу керекпіз, немесе қатал болу керекпіз, осының бір шеңберін. Қаталдық пен жұмсақтық баланың жас категориясына тәрбиесіне деп ойлаймын мен. Енді жас ерекшелігі. Мысалы мен үлкен балаларым өсіп кетті де, олар студент бітірді екеуі де. Мысалы оларға берілетін насихат басқа да. Енді 5 жасар кішкентайым бар, оған да жаңағы қаталдық пен тыйымдар, белгілі бір тыйымдар бар, жұмсақтық та бар, тыйымдар да бар. Тыйымдарды
көбінесе енді біз жаңағы діни отбасы болғандықтан діни нәрселерге көп мән беремін мен. Мысалға, ең қарапайым мысал, дастарханнан бата, папасы бата бермей тұрып кетпеу деген сияқты. Бала тұрып кетіп жатса, отыр, әкең әлі бата берген жоқ. Егер әкесі жоқ болған жағдайда, мысалы, ағасы береді. Ағасы жоқ болған жағдайда өзі дәм қайыру керек деген сияқты. Сондай жаңа моменттерде. Сосын енді күнделікті не? Гаджет дейміз, гаджет енді әзірше шынымды айтайын енді, өтірік айтпай қойын, ол кейде қатал танылады, кейде жаңа еркіндік беріледі. Себебі біз жаңа жұмыстамыз, бірақ дегенмен бала кезде ана бір қазір бір жаман бір түрлі бір мультфильмдер шықты ғой. Бір көзді. Бір көзді, сиреноголовый бірдеңе деген. Вот соларды көріп жатқан кезде мен келемді айтам, бұл мағынасы жоқ, бұдан сенің ойың бұзылады. Ескерту жасаймын да. Соны біз егер жоқ болсақ көреді, егер біз бар болсақ, бұл жаман нәрсе ғой, мама, мен бұны көрмей қояйын деп жауап тастайды да. Мен де ойлаймын, ол сол, егер ата-ана қаталдық танытса, бала бәрібір соны тартынады. Жұмсақтықты танытам енді, мысалға нәрседе. Басымырақ болады сізде? Жұмсақтық шығар. Жұмсақтық мен балаларымда негізі, үлкен балаларымды да, қазіргі ұлымды да ақылмен. Менде, ұру деген нәрсе менде енді редко, очень. Жоқ, ұрғанда енді құйрығынан салып жүресің, егер бір тым түсінбей атқан жағдайда да, бірақ көбінесе мен ақылменен түсіндіруге тырысам. Ақылмен өскен бала ол басқа болады бәрібір. Ақылмен істету керек баланы. Себебі ұра берген жағдайда бала ақылды түсінбей кетеді. Есейгенде де ол соған ет үйреніп кетеді екен. Одан кейін жағы жалпы діни нәрседе, шариғатқа қайшы мәселелерде әкесі де өзімде қаталдық танытамыз. Мысалға, енді қазір ересек, үлкен қызым бар, ұлым бар дегендей. Енді болашақ өмірін құрады, енді Құдай қаласа. Мысалға, қызыма айтамды, мұсылман адамға тұрмысқа шығу керек. Қазақ, ұлты қазақ, тәрбиесі бар адамға тұрмыс құру керек деген сияқты, мысалы, ақылменен түсіндіремді. Сондай. Болашағы жарқын болуына дейсіз ғой. Мультфильмдер туралы қоса кетсем бола ма? Жалпы негізі біз өзімізде мультфильммен өстік қой кезінде. Жаңа Алма ТВ деген дүниелер пайда болған кезде бізде мультфильмдер қарадық да, бірақ енді одан жаман болмадық деп ойлаймын да. Бірақ әрбір анаға енді қалай айтады, подсказка деп айтамы, сол мультфильмдерді бірге отырып қараған абзал болады да. Жалпы ол мультфильмнің мән мағынасы қандай. Мен балаларым қарамайды емес, қарайды телевизорды. Телевизорде мүлдем оларды тыйып тастау мүмкін емес қазіргі кезде. Бірақ солармен бірге мен кейде отырып қараймын да, не туралы екен, қандай жақсы дүниелер бар осы мультфильмнен алынатын. Мысалы, бір өте орыстың бір блогері бар, соның мультфильмін қарайды. Сол блогердің қандай жақсы әдеті бар. Ол жаман сөздерді айтпайды, мысалы да, өздерінің подкасттарында, жаңағы видеороликтерінде жаман сөз айтпайды. Анасына деген құрметтілігін көрсетеді. Сол, мысалы, қарап отырған мультфильмнен пайдалы дүниені де алуға болады. Сондықтан, ал ол пайдалы дүниені айтуымыз үшін біз ол мультфильмді бірге отырып зерттеуіміз керек. Сосын баламен бірге сөйлесіп, анализ жасап, ал сен қалай ойлайсың, осы жерде ол дұрыс жасады ма, ал қалай жасаған абзалырақ болатын еді, қандай қасиетін айтсаған осы жігіттің деген сияқты қылып да. Талқылау керек. Сол кезде бала уже ана мультфильмге де, жаңағы блогерге де басқа көзімен қарай бастайды. Жақсы қасиеттерін алуға тырысып отырады. Мен ойлайын, мысалға, бала шағаменен бір мұражайға, мысалға да, бір жексенбілік кезде бір көп қой музейлер, ұлттық мұражайлар бар. Мысалы, сондай жерге барып келгеннен кейін баланың ойын сұрау керек сияқты. Бала шағамен кәдімгі шайдың басында, дастархан басында талқылау керек. Маған мына экспонат ұнады, ал ол мынандай болған екен, негізі кез келген бір
неге барып келсе, бір ортаға болсын талқылау керек. Баламен ол нәрсе ойды өсіреді екен. Жалпы бізде сосын балаға сөйлетпейміз ғой, сөйлеттіріп үйрету керек екен да. Әсіресе мына дастархан басында тілек айтқызу. Бізде ана кілең үлкен адамдар айтып кетеді да, сосын келіп жаңағы үлкен сол жерде шаңырақтың иесі болып жатқан адаммен бітеді. Болды, арғарта балаларды сөйлетпейді. Балаларды сөйлету керек. Сосын үлкен кісілер отырған, айтылып отырған тілектерді тыңдатқызу керек деп ойлаймын да балаға. Соны тыңдаған сайын ол ана үлкен адамның сөйлеген сөзін де барлығын қабылдай береді. Деп ойлаймын. Сосын мысалы даже кейбір осындай сияқты блогер, мысалы бір мультипликационный персонаждардың геройларын қатты көтермелеу үшін, мысалы біз сахабаларымыздың да өмірін айтып беруімізге болады да. Өмір баян, өзіміздің жеті атамыз бар да, мысалы қазақтарда. Егер де, мысалы бүгін ұлыма жеті атаны жаттатқызып келе жатырмын да, сосын бүйтіп машинаның ішінде бүйтіп жаттап жатыр да, мен айтамын, Мұстафа, сен өзіңнің аталарың туралы айтып жатырсың, аталарыңның есімдерін айтып жатырсың. Жайбарақат отыруға болмайды. Ол, құрмет көрсету керек. Оларды, ол кісілерсіз сен туылмас едің бұл дүниеге деп та. Сондай сияқты қылып, егер біз өзіміздің тегімізді үйрететін болсақ, балаларымызға өте керемет болушы еді. Тамаша. Жатар кезде кітап оқисыздар ма балаларға? Оқимыз. Анда-сандай. Енді күнделікті деп айта алмаймын, бірақ күнделікті деп айта алмаймыз, бірақ арасында. Сондай қысқа жаңағы кітаптардан балаларға суреті бар қызық қой. Енді оқи алмағаннан кейін мына жерде мына қоян не істеп отыр, не деп жатыр деп жаңағыдай суреттермен сұраған кезде жаңағы оқып беріп, сол оқып болады, ертең тағы оқып бер деп, кейде бір шаршап тұрсаң оқыш деп жаңағы жылаған кезде, енді көзінен жас шыққан кезде шыдай алмай шаршап отырсақ та жаңағы оқып беріп жатармыз да. Сол кезде бала оқып түйін дегеннен кейін сонда мамам, сонда бұлардың мамалары қайда, папалары қайда сұрақ туындайды да. Солай сөйлету керек бала. Оны қасқыр жеп қоя ма деген секілді осындай баланың ой өрісін жақсы өсіреді. Бұрынғы біздің кішкентай кезімізде, енді қазір соткамен ұйықтап, жаңа айтып кеттік қой, соткамен тұрып жатырмыз, ұялы телефонмен деп. Біздің кішкентай кезімізде аналарымыз жаңағы баяғыда бір кемпірмен шал болыпты, олардың жалғыз қызы болыпты десек, кемпірмен шал және жалғыз қызы бір аянышты, бір мейірім, сондай бір жүрегімізде туындайтын, яғни бір мейірімділік сезілетін, сезім оянатын, аяныштық, жаңағыдай соған қамқор болу деген секілді дүние бізде қалыптасатын. Ал енді қазіргі балаларға көп сондай әртүрлі әдебиеттерді, қызықты кітаптарды оқып беріп, бірге талқылап, олардың сол сұрақтарына жауап берген дұрыс сияқты. Мына телефондағы мультикпен ұйықтатқанша. Сұраққа жауап беру, сұрақ қою демекші, жаңа критическое мышление деген бар ғой психологияда. Әрбір балаға ол өте маңызды да, сұрақ қойып үйрену. Сол кезде бала, мысалы, егер де критическое мышлениесі, мысалы, дамитын болса баланың, ол, мысалы, кішкентай кезде сұрақ ертегі оқып беріп, мысалы, бала сұрақ қоятын болса, білмеймін мен осылай жазылып тұр деп қоя салуға болмайды да, барлығын түсіндіріп беріп, әр сұрағына жауап берген дұрыс болады. Себебі егер де мысалы сол дамымайтын болса, балада 6-7 класстарда балалар өте сенгіш болып қалады да. Сұрақ қоюға қорқады, біреу бірдеңе айтса, сол нәрсеге сеніп қалады. Мысалы, даже темекі беретін болса да, егер критическое мышлениесі дамымаған бала болатын болса, ол темекіні алып, ол шегіп көру мүмкін. Ал егер дамыған болса, ол не үшін болмаған? Болмаған қандай пайдасы бар? Бұның маған қандай зияны бар деген сияқты сұрақтар қойып үйренеді. Она не дейді? Адал менен арамды ажырата білу керек те. Оны сол жаңағы балиғат жасына толмай жатып балаға үйретіп қою керек. Сол кезде бала, сіз оны бәрі қоғамнан тия алмайсыз ғой. Бізде зайырлы қоғам. Бала сол кезде өзі ажырата біледі. Ол бәрібір көреді оны. Далада да көреді, оны мектепте де көреді. Ескертумен соның зияны екенін, қажет емес екенін түсіндіріп. Сондай темалар запретный болмағаны жөнді жанұяда. Себебі көбінесінде, мысалы, жанұяларда болады, неге ана кісі ішеді, негізі ішуге бола ма,
ол болмайды ішуге деп қоя салуға болмайды да. Соны ашығымен барлығын түсіндіру керек балаға. Болмайды болды. Иә. Сондықтан жаңағы барлығын егер түсіндіретін болсақ, бала әрбір өзін мазалаған сұрақпен уже ата-анасына келіп отырады. Ал егер біз тек қана жай ғана жоқ деп қоя салатын болсақ, онда бала ол сұрақты кімге қояды? Сырттағы адамдарға қояды, жолдастарына қояды. Мектепте бар әрекет етесіз, иә. Айсұлу ханым, балалар арасында әділдікті қалай сақтауымыз қажет? Отбасында 5-6 бала, немесе 1-2-3 бала, жалпы тепе-теңді қарым-қатынаста. Негізі ең бастысы бала арасында тепе-теңдікті емес, сол әділдікті сақтап үйренуіміз керек та. Себебі тепе-теңдікті біз сақтай алмаймыз. Әр баланың өзінің орны бар да. Бірінші туылған бала, екінші туылған бала, үшінші туылған бала. Бірақ кейде ата-аналар, мысалы, төртінші туылған баланы, как будто сол мені аналық махаббатымды ашқан сияқты қылып, соған бар махаббатын беріп жатады. Ал бірінші баланы уже ересек адам ретінде көріп жатады. Мысалы, кейбір кезде 9 жасар, 10 жасар балаларына қалған 3-еуіне, қалған 5-еуіне қара мен жұмысқа кеттім деп, кішкентай бала ғой, мысалы 9 жасар бала, соның мойнына сондай жүкті іліп қояды, ал балаға ол қиын болады. Сондықтан сол қиындықты көтермей, балада көбінесе жаңағы остеохондроз дейма, иық ауруы бүкірейіп жүріп бастайды бала, потому что ол ауырлықты үлкен адамның істейтін жұмысын ол істей алмайды. Ол бала әлі. Сондықтан біз әділ болуға тырысуымыз керек. Егер де бір балаға сыйлық алып беретін болсақ, екінші балаға да, үшіншісіне де, бесіншісіне де сыйлық алып беруіміз керек. Біреуіне ойыншық алып берсек, біреуіне кәмпит алып берсек, ол кішкентай ғой, осы жесін деуге болмайды. Себебі егер де біз бала арасында әділ болмасақ, бала арасында қызғаншақтық пайда болады. Қызғаншақтық не нәрсеге алып келеді? Егер де ата-анасы болмаса, сол үлкен бала болсын, екінші бала болсын, кішкентай балаларды ұрып бастайды. Төпелеумен өтеді. Неге ол білмейді ғой, біз келемізді үлкен балаға ұрсамыз. Неге сен оны ұрасың, неге сен оған тиісесің деген сияқты қылды. А на самом деле ол бала, мама, мен де сенің балаңмын ғой. Мен бірінші туылдым, екінші туылдым ғой. Сен неге төртінші немесе бесінші туылған баланы менің орныма қойып жатырсың деген сияқты жан айқайын көрсетті болады. Бірақ аналар көбінесе оны көрмейді. Сондықтан ең бастысы, егер де жанұяда сондай жағдай болып жатырса, ана өзіне сұрақ қою керек та, мен бала арасында әділдік сақтайын ба? Мен барлық балаға бірдей қарайын ба деген сияқты. Сосын ең бірінші туылған балаға мынандай сөздерді айту өте маңызды. Аллах тағала сен арқылы менің жүрегімде аналық мейірімді орнатты, аналық махаббатты, мен сен арқылы ана болдым деген сияқты да. Сол кезде біз бірінші баланың орнын көрсетеміз да. Өте көп жағдайда, мысалы кезінде үлкен баланың орны үлкен бала, кіші баланың орны кіші бала болушы еді ғой. Егер үлкен ағасы келмесе, жаңағы кіші баланы да отырғызбайтын еді, мысалы да, дастарханға, ағаңды шақыр шайға, апаңды шақыр шайға деген сияқты да. Егер де жалпы негізі біздің халқымыз дана халық қой қазір. Біздің дініміз өте дана дін, біздің халқымыз өте дана халықта. Егер де сол ата-бабаларымыздың істеген дүниелеріне, ең басты біздің пайғамбарымыздың сүннеттеріне жүгінетін болсақ, онда нұр үстіне нұр болушы еді. Осы тұста қоса кеткім келеді, жаңа әділдік деп жатырмыз ғой енді. Ал бір кезеңдерде жалпы үйдің үлкеніне, бұл үлкенге басым көпшілік беріп жатады. Бұл әрбір отбасында бар деп ойлаймын, иә. Ал кенже деп кенжеге басымшылық беріп жатады. Тәттілерді де солар бірінші жейді. Киім кисе де бірінші соларға новин алып береді, кейінгілер сосын қысқарып қалған дегендей. Сол бір өзім болатын ба? Және де жаңағыдай ортаншы бала қыз болсын, кішкене шектеп қалып жатады да. Жаңа үлкен ол үлкен деп, оны ол сен әпкең, ол сен ағаң деп құрмет жасау керек деген секілді дүниені мына жаққа қояды. Ал кішілерге ол кішкентай, ол сенің бауырың деген секілді. Екі жаққа сондай махаббат мейірімен қарайды да, ал өзі ата-анадан, жаңа қоршаған ортадан сондай жылулықты, бір махаббатты бала бәрібір іздейді емес, іздейді ғой. Иә. Енді кезінде жоқшылықтың кезі болды, иә. Жаңағы өзімнің есімде қалаға, ауылда жоқ қой, енді қалаға барып, жаңа сентябрьдің кезінде киім алып келеді. 6 баланың размерін ақпаратқа қояды да, размерімізді жаңағыдай сызып алып кетеді да, 6 аяқ киім, 6 жаңа форма бәрін алып келеді.
ол түсі саған ұнай ма, алып келген ұнамай ма, ол аяғыңды қысып тұр ма, қыспай тұр ма, ол ата ана үшін не емес. Енді ол кезде жолшылық кішкене кезеңі болды, иә. Бәлкім соны көрген поколение дейміз ғой, орта буындар қазіргі ұрпақ тәрбиесі де, адамға қарым қатынасы да мүлдем бөлек. Ал кейінгі поколение, кейінгі ұрпақ деп айтамыз ғой, тәрбиесі мүлдем бөлек. Өйткені шыны керек. Молшылықта өмір сүріп жатыр ма? Молшылық, иә. Бұрын көршіге бір затын апарып беруге барсақ, немесе бір нәрсе сұрауға барсақ, бір компьютер тұратын болса, соның өзін енді бере салатын үйлер де бар, бермейтін үйлер де бар, иә. Сол бір компьютердің өзін жеу арман болатын. Берсе балаша, кәдімгі баламыз ғой, енді мәз болып кететінбіз. Ал қазір үйде енді кішкентай кезіңізде, иә, осы өскен кезде ержетейінші, немесе жаңағыдай өсіп жұмыс жасайыншы, үйдің ішін кәмпитке, пряникке, толтырып қоямын деп айтатын едік, иә. Ал қазір барлығы бар, Аллаға шүкір. Қазіргі балалар не жем, не ішем, не кием деп айтамыз. Қазіргі таңда, яғни бұл жерде айтқым келіп жатырғаны, әділдікті сақтау ата-анаға жеңілдірек болып қалған жоқ па? Қазір ма? Қазіргі таңда. Қазіргі кезде жеңіл, иә. Негізі жеңіл ғой, бірақ ананың енді біз білмейміз ғой жүрегінде не болып жатырғанын. Осындай кездер болады, мысалы 4-ші баласын қатты жақсы көреді, кіші баласын қатты жақсы көреді. Ал бұрынғы кезде сол кезде не болған шығар? Тепе-теңдікті сақтау болған шығар, иә. Бәріне бірдей киім алып береді, барлығына да аяқ киім алып береді деген сияқты да. Ал қазір көбінесе бір баланы бауырына жақын қылады да, екінші баланы бауырынан алыстатып отырады балалар, иә. Сондықтан алалап отырады. Мысалы, мынау маған ұқсаған екен, мынау маған ұқсаған күшті менің қызым деген сияқты қылды. Ал бұл әкесіне ұқсаған. Көбінесе аналардың айтатын сол ғой. Бұл деген әкесіне ұқсаған. Даже бір күшті сериал бар ғой, қазір Қазақстанда жүргізіп жатырған. Бұл деген тұрған енем дейді. Соның өзі алалау ғой. Даже мысалы қазір адамдар сонша молшылықта өмір сүріп үйреніп қалғаны, жатырында полды таңдайды да, мысалы. Қыз болса қуанбайды, ұл болса қуанады, немесе наоборот. Соның өзі сақтау емес қой. Сондықтан егер де әрбір ана о бастан баланың тағдырын Аллахтың берген, мысалы, қыз ба, ұл ма деп алаламай сол кезден бастайтын болса, егер де, онда жаңағы әділдікті сақтау оңайырақ болады деген ойдамын. Құрсақтан сақтау. Иә, құрсақтан. Өйткені неге бұны қозғап отырмын, мешіттерде осы ұстаздық қызметтерді атқарып жүрген кезде немесе жүріп жатырмыз, иә. Ата-аналар өте көп келеді. Балаларын жаңағы әсіресе жаңағы май айында мектепті бітіргеннен кейін сауат ашу курсын алып келген кезде, соның ішінде қыздарға қатысты айтқым келетіні, жаңағы переходной возраст дейміз ғой, 11, 12, 13, 15 жасқа дейінгі аралықтағы қыздар келеді, жаңағыдай дәріс алуға келеді, танысамыз, жақындасамыз, бір-екі аптадан кейін тіпті жақын болып қалады. Сол кезде қыздармен сырласатын кездерімізде олардың сол көкейлеріне сұрақ қоямыз ғой, неге анаңа көңілің толмайды деген секілді. Сол кездерді менен гөрі жаңағыдай ағама көп көңіл бөледі, больше любит дегенде, немесе менің сестренкамды жақсы көреді, сіңілімді деген секілді. Сондай бәсекелестік деп айтуға болмайтын шығар, бәлкім осы тепе-теңдік емес, әділдік жағынан өзінің разылық емес екендерін, ішкі жан дүниелерін айтып жатады. Ол қандай отбасы? Кәдімгі қарапайым күнделікті тұрғылықты қарапайым отбасының балалары. Көптеген отбасыда сондай болады. Мүмкін осы әділдікті мен ойлаймын, мектепте ұстаздар бір әдеп сабағын кіргізіп, немесе бір болады ғой, қыздарға арнайы бір көңіл бөлетін уақыттар. Сондай кезде мұғалімдер көбіне ескертіп, осындай қыздармен насихат жүргізу керек сияқты. Ол қыздардың, неге айтып отырмын, себебі ол қыз бала ертеңгі күні ол қонақ, бір өзінің 18-20 жасына дейін, одан кейін басқа бір үйдің келіні болады. Енді сол жаңағы 18-20 жылдығын өзінің ата-анасының үйінде, өзінің отбасында сол махаббатты көріп қалмайтын болса,
кейінгі ол барған жерінде, келін болып барған жерінде әсері бәрібір. Сол махаббатқа мұқтаж болады, сол махаббатты іздеп отырады. Сондықтан енді Аллах тағала бізге бала бергендіктен біз ол аманат қой, енді бостан-босқа бізге ана болуды берген жоқ, иә, мысалы. Сондықтан біз сол аманатқа қиянат жасамауға тырысуымыз керек. Негізі хадис бар ғой, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, Алла елшісі, балаларыңның арасында әділ болыңдар. Иә. Ол негізі хадис, демек бұл хадисте келді ме, біз сол ұстанымды ұстануымыз керек. Иә. Балалардың арасында жаңағы сыйлық мәселесі, балаларды жақсы көру бәріне әділ болу керек те. Тек сыйлық алғанда ғана емес, баланы жақсы көргенде де. Жаңағы біреуіне мейірім танытып, біреуіне мейірім танытпау, ол да дұрыс емес. Иә. Келесі сұрағым, Эльмира ұстаз, жаңа айтып кеттік, иә, балаға таңдау беру керек, иә, өзінің еркісімен деп. Қазір шынымен бала өз ойын еркін айта алатындай, тіпті кейде менің шекарама, шеңберіме кіріп жатырсыңдар деп ашықтан ашық мысалы айтылып жататын кезеңдер болады. Осы жерден айтқым келетіні, біздің жалпы қазақтан алғанда, яғни біздің бұрынғы тәрбиеде, ертеректегі тәрбиеде десем де болатын шығар, ұят болады, жаман болады, болмайды. Обал болады. Иә, обал болады. Осы үш ақ сөзбен ғана тәрбиеледі бізді. Қазіргі таңда балаларға осы тәрбие кезеңінде қалай дұрыс бағыт беруге әрекет жасай аламыз? Жалпы өзіңізде отбасында ана ретінде, иә? Қандай құрал қолданасыз? Қандай техникасын қолданасыз? Қараңыз, жаңа айтып кеттіңіз, жаман болады, ұят болады, обал болады деп бұрын. Рас, біз сонымен өстік қой, ата әжелеріміз, әке шешеміз сонымен өсірді. Ол кезде тіпті біз сұрамайтындамыз. Сол, міне айтқым кеп тұрғаны. Артық сұрақ туындамайтын ол кезде. Айтқым кеп тұрғаны осы да, бірақ қазіргі балаларға айту арғарта сол жаман боладыны ашықтауыңыз керек, ұят боладының ашықтауыңыз керек, обал боладының ашықтау керек. Өйткені қазір андай не дейміз, балалар қазір тек бір нәрсемен ғана шектеліп қалмаған. Қазір өте кеңестікте жаңағы не дейміз, интернеттің ой өрістері кең, терең. Тіпті кішкентайымнан да құттай баланың өзіне түсіндіру керек. Ал енді қазір сонда балалар үлкен кісілердің аузынан еститінім, енді көпшілікпен жаңағыдай көп ортаға барамыз, көп жамағатпен араласамыз, үлкен әжелердің арасына да барып жатамыз, иә. Көп үлкен кісілердің сөзінен еститінім, қазіргі балалар ақылды. Қазір ақыр заманның балалары, қазіргі балалар ақылды дейді. Сонда бұрынғы балалар қандай болған? Біз ақылды емессіз ба десеңізші? Жоқ, ақылды дегенде қалай бұл? Қазіргі сол айтып жатқаным, қазіргі заманда әр түрлі дүниелердің дамып кетуіне байланысты ғой сол. Қазір не дейді? Жаһандық заман дейміз ба, модернизацияға жеткен заман. Сондықтан барлық дүние қол астында да. Заманауи. Сондықтан сол заманауи болғандықтан балаға сол қарқында түсіндіріп беру керек те. Ол деген сөз бұрынғылар ақмақ болды деген сөз емес ол. Бірақ бұрынғы тәрбиеге, бұрынғы ақылдылыққа жетпейді қазіргі. Менің ойымша бұрынғы ақылдылық ол даналықпен, пайым парасаттар кең болған. Парасаттылықпен, еңбекпен келді деп ойлаймын. Қазіргі жаңа айтып жатамыз, барлық дүние дамыған, тез жетімді. Мысалы, бір дүниенің бір тақырыпты немесе бір сөздің өзін мән мағынасын түсіну үшін біз не істейтінбіз? Кітапханаға баратынбыз, таңнан кешке дейін оқитынбыз бір тақырыпты жауап беру үшін, немесе бір сөздің өзін, словардан жаңа сөздіктен іздеп, ол қандай мағына береді, яғни оған біз барамыз автобуспен, студент кезімізде. Оқимыз, кітапханада отырамыз, уақытымызды жұмсаймыз. Ақшамыз болса копияға басып аламыз, болмаса сол жерден көзбен әйтеуір майын тамызып оқып жаттап, сол бір тақырыпты немесе бір сөздің мағынасын білу үшін еңбек уақыт кететін еді. Ал қазір Google-да ашады, жастар мынандай дүние. Әрине ол жақсы, бірақ қысқа ойлауымызға, бір жылдам болуына бұрынғы кезбен қазіргі таңдағы екеуін ұштастырған кезде
иә, ойлау қабілетін де қысқартып тастайды ол нәрсе. Иә, тіпті сөйлеудің өзі оп жақ деген сияқты қысқартылып, әдеби жаңағы бұның барлығы енді біздің бала тәрбиемізде өте үлкен қажеттілігі мол да, септігін тигізеді. Себебі балаларға кешкісін жатарда немесе жаңағы аптасына бір рет жоқ дегенде аналарға бірге кітап оқысаңыздар, балаларымыздың жаңағы сөз саптауы, көркем сөйлеуі деген секілді қарым-қатынаста енді керек қой оның барлығы. Осы даналықтың барлығын баланың бойына, жанына, жаңағы жан дүниесіне түйіндеп салып әрекет жасап берсек деген әртүрлі құралдарды қолдансақ деген дүние. Енді көптің арасында жүргеннен кейін әртүрлі сондай үлкен кісілерден естіп қалып жатқан сөзіміз айтып жатқан қазіргі балалар өте ақылды. Шындығында ақылды. Кейде үйдегі бір дүниелерді қызымызға қарап, қазіргі ата-аналар да заманауи болу керек сияқты, сондықтан. Заманға сай деймі? Иә, баланы қазіргі жастардың арасындағы болып жатқан бір дүниелерді сізді біліп отыруыңыз керек сияқты. Сол кезде бала сіздің мысалға тыңдайды, ал егер біздің баяғы бұрынғы біздің тәрбиеменен айтатын болсақ, олар кішкене құлақ ілмейді. Осы жерде айта кетейінші, қазір айтып жатырмыз ғой, қоғамдағы қарым-қатынас, адамдар бір-бірімен сөйлеспейді, көршілер сөйлеспейді деп, иә. Жаңа басында Айсұлу ханым өте жақсы айтып кеттіңіз, аят хадиспен керемет келтіріп кеттіңіз, иә. Біздің балаларымыздың қоршаған ортаға айналасына бізбен қарым-қатынасы ол ата-ананың өзінің айналасындағы қарым-қатынасына байланысты деп. Енді тағы да бұрынғы кезге көз жүгіртейік, иә. Бұрын қандай болды? Бір той-томалақ болатын болса, көз алдарыңызға сол балалық шақты еске алайықшы. Той-томалақ болатын болса, немесе жаңа бір садақа болатын болса, біздің аналарымыз, мен өзім көзбен көрген дүниені айтып жатырмын да. Біздің аналарымыз не істейтін? Сол 2-3 күн бойы сойдың ошаққасының басында жүретін. Ыдыс-аяғын жуып, отты жағып, келген асқа, тағамға жаңағыдай енді палаткасын құруға әкелеріміз көмектесетін, ошаққасының басында анамыз жүретін, соның барлығын бітіріп 2-3 күннен кейін анамыздың үйде жүргенін көретінбіз. Яғни ол тіпті біздің туысқанымыз болмаса да көрші, ағайын, рулас деп қызмет етеді. Ал қазіргі таңдағы біздің енді бәлкім келіндер жаққа қарай кетіп қалып жатырған шығармыз, өзіміз де бір үйдің келініміз ғой отырған. Ал қазіргі таңда барсаң ауылда келіндер жоқ. Біздің анамыздың енді портреті дейміз ғой, бейнесін елестете алмаймыз қазір. Бір-бір шайнек ұстап жүріп шай құйып жүретін келіндерді көрмейміз. Дайын асқа. Ал енді осыны көріп жатырған ол келіндердің де дүниеге келе жатқан балалар бар ғой. Осындай қарым-қатынасқа, оның барлығы тәрбие айналып келіп жатқан кезде. Оның барлығы негізі туысқандық қарым-қатынасқа келеді. Туысқандық қарым-қатынасқа келеді. Одан кейін сол мысалға келін, абысын, ажын деген мәселе не ғой? Бірге болуды, не дейді? Ұйымдаса отырып істі жасауды, оны көрсету керек. Еңбекке, мысалы, ер балаларды жаңағы әкелері, немесе әкелерінің орнында отырған жаңағы ағалары, көкелері, тағы басқа аталары еңбекке баулу керек. Ол да өте маңызды. Айтқан бір басқа, менімше, оны іске асыру керек. Айтуымыз бір болса, істеуіміз, яғни амалға асыруымыз ол мың түрлі болу керек сияқты. Сол кезде жасағанымызды біздің өсіп жатқан ұлымыз, қызымыз көргеннен кейін, ертең күні сол әдетке айналады, бойына сіңеді. Одан кейін тіпті кетіп бара жатқан кезде баласын алып кету. Жаңағы отынға жақ, бұл көмек, бұл сауап деген сияқты, бұл игі іс, бұл құрметіміз деген секілді осындай дүниені айту керек секілдіміз. Жолда жүрген кезде өткендегі әртүрлі жағдайлар олар, сондықтан орын беруде, біздің кезімізде осы нәрсені осы тұста айтып кетейінші, сапарлармен көп жүреміз ғой, енді Эльмира ұстаздың өзі де куә, жаңағы неге ұшаққа отырар кезде, ұшаққа дейін жеткізетін автобусқа отырған кезде, жас қыз, ер азамат, сосын әже отыр. Әже папа отыр, қазіргі заманауи әжеміз. Жаңағы қыз бізді көрді де, енді мүмкін жаңағы енді
мұсылмандық киімде болғаннан кейін құрмет көрсетіп жатқан бірден белгілі болды да. Бізді көре салысымен тұрғысы келген, жаңа қасындағы анасы, әжесі қолын басып отыр деп отырғызып қойды. Содан ана жерде енді тәрбиелік не көрсек соны есімізге түседі ғой. Сосын енді шыдай алмай енді айтып қалатын дүниеміз бар ғой. Ойпырмай біздің үлкендерді көргенде жол беріңдер, орын беріңдер деп айтушы едік деп. Қазіргі кездегі үлкен жаңағы аналарымыз керісінше жастарға кері жаңағы тәрбие бергені ма деп айтып қалдым. Енді ол сөзім ұнады ма, ұнамады ма, ол кісінің өзінің елшісінде, бірақ дегенмен де біз мейлі үлкен болсын, кіші болсын, ізеттілік, құрметлік көрсетуді бала-шағаға тайынбай айтпау керекпіз. Себебі біздің ұлт болып қалыптасуымызға, біздің болашағымыздың жарқын болып қалыптасуына оны үйдегі біздің тәрбиелеп отқан ата-анаға байланысты. Осы тұста жаңа хадисте тағы да келген есіме түсіп отыр қазір. Алла елшісінің сөзі де үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетпеген бізден емес деген. Айсұлу ханым, жалпы бала тәрбиесінде ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Ең бірінші ол баланың тағдырын қабылдау. Баланың тағдырын қабылдау, баланың мінез құлқын қабылдау, баласын зерттеу, оған не ұнайды, не ұнамайды, оның қабілеттілігін ашуға тырысу, оған жаңағы үлкен жолға, өмірлік жолға бағдар беріп үйрену. Жаңа айтады ғой, әрбір ана өзінің баласына қанатын ашқызып үйрету керек те, оны жіберу керек деп. Сол қанатын жаңағы ол не деген, жаңа қанатын ашу деген ол оның қабілеттерін зерттеп, сол бойынша оны жаңағы бағыттау. Бағытына жіберу. Әр баланың арасында әділеттілікті сақтау, бала тәрбиесінде әділ болуы. Сол ең маңызды дүниелер деп ойлаймын. Жақсы, бүгінгі біздің подкастымыз аяғына тамамдап қалды. Сіздерге алғыс айтамын. Бүгін сондай керемет ұстаздар күні. Меніңше әрбір ана ол ұстаз. Отбасында бала тәрбиелеп отырған, ұл өсіріп отырған, қыз өсіріп отырған аналарымыз аман болсын, әкелеріміз, асқар тауларымыз аман болсын, Алла Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін деп, мен сіздерге әрбір келген қонағыма беретін сыйлығымыз бар. Машалла. Тағdim еткім келеді. Әрине, сыйлықтардың ең үлкені бұл кітап қой, кітаптан асқан байлық жоқ. Уақыт және сен және әке мектебі деген керемет кітап келеді. Әрбір әке асқар тауымыз болып, Алланың амандығында жүрсін, және аналарымыз әкелерімізді ханымдай көріп, тәрбиелерін беріп, осындай керемет отбасын қалыптастыруына септігін тигізсін деймін. Олай болса сіздерге Айсұлу ханым. Рахмет, Аллах разы болсын. Рахмет. Рахмет көп. Келгендеріңізге Алла разы болсын деп отырып, бүгінгі сырласайық. Біздің подкастымыздың бүгінгі бала тәрбиесі осымен тәмамдалды. Бүгінгі ұстаздар күнімен барша аналарды, ұстаздарды құттықтаймын. Алла Тағала баршамызға екі дүниенің бақыт нәсіп етсін. Асқар әкелеріміз, асыл аналарымыз аман болсын. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.